Зейнетақы төлемдерін алуға кімнің құқығы бар? Қандай құжаттарды қайда өткізу керек? Қанша уақыттан кейін қаржы қолға тиеді? Төлемдерді алу жиілігі қандай болмақ? Бүгінгі хабарымызда осы сұрақтарға жауап береміз. Эфирде Берекет кілті бейнет бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Елдар Отарбаев. Бүгінгі таңда зейнетақы төлемдерінің 3 түрі бар. Бұлар ынтымақтастық жүйе бойынша төленетін ортақ зейнетақы төлемдері, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдері және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы жинақтары есебінен төленетін зейнетақы төлемдері. Алғашқы түрі, яғни ынтымақтастық жүйе бойынша төлем алу үшін 1998 жылға дейін кем дегенде 6 ай еңбек өтіліңіз болуы керек. Екінші түрі, базалық төлемді иелену құқығы барлық зейнет жасына жеткен салымшыда бар. Оның мөлшері жыл сайын өзгереді. Биыл ол 14.466 теңге мөлшерінде төленсе, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап әр адамның еңбек өтілі мен зейнетақы жүйесіне қатысу мерзімі ескеріліп барып есептелетін болды. Ал үшінші түрі міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен жүзеге асырылатын зейнетақы төлемдері зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар жеке тұлғаларға төленіп отырады. Жібек апа 3 жүйе бойынша да төлем алған зейнеткер, еңбек өтілі 31 жылды құрайды. Осыдан 9 жыл бұрын құрметті демалысқа шыққан көп балалы ананың бүгінгі зейнетақысы 90 мың теңгенің төңірегінде. 53 жасымда 5 баламенен 2009 жылы зейнеткерлік жасына шықтым. Ондағы маған тағайындалған зейнетақы көлемі 22.800 көлемінде. Ал енді базалық қосымшасы 5300 маңайында. Жинақтау қорындағы ақшаның көлемі 500 мыңның көлемінде болды. Бұл 500 мың теңгені мен бірден ол кезде бермеді. 2 бөліп зейнетке шыққан жылы 1 бөлігін және 1 жылдан кейін екінші жартысын алдым. Қазірге аз көрінгенмен ол кезде бұл жап-жақсы кәдімгідей қажетіңе жарайтын ақша еді. Ұзақ жылдар ұстаздық еткен зейнеткер зейнетақы қорында салым жинауға ықтиятты қарауы қажет. Себебі бұл болашағыңа арнап құйған инвестицияң дейді. Бала шағасына да, шәкірттеріне де осыны айтудан жалыққан емес. Жастарға айтатыным, ерінбей еңбектеніп, өкіметке сенім артып, өздерінің болашақтағы істерін жүзеге асыруға молырақ қорларын жинаса екен деп есептеймін. Зейнетақы қорында жинақ жинаған салымшылар мерзімі жеткенде өз төлемдерін ала алады. Енді осы ай сайынғы төлемді алуға кім құқылы деген сұраққа жауап берейік. Біріншіден, зейнет жасына жеткен ер азаматтар мен әйелдер құқылы. Айта кетерлігі, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдердің зейнет жасын жыл сайын 6 айға өсіре отырып, 2027 жылы 63 жасқа жеткізу жоспарланып отыр. Екіншіден, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген. Бірінші, екінші топтардағы мүгедектігі бар адамдар құқылы. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететін, немесе кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған кету ниетін немесе фактісін растайтын құжаттарды ұсынған адамдар зейнетақы төлемдерін алуға құқылы. Босағамыздан аттағалы тұрған жаңа жылдан бастап жинақтаушы жүйе бойынша зейнетақы төлемдерін төлеу тәртібі өзгереді. Бұрын зейнеткер жинағын ай сайын, не 3 ай сайын, не жылына 1 рет алатын өзі шешсе, енді 1 қаңтардан бастап тек айына 1 рет қана алуға мүмкіндік беріліп отыр. Себебі жылдан жылға ынтымақтастық жүйе бойынша зейнетақы алатын азаматтардың саны азайып келеді. Ал жинақтаушы жүйе бойынша жиналған жинақ біртіндеп зейнет жасына жеткен азаматтардың негізгі кіріс көзі болып қалмақ. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасының 12-ден 1 бөлігі ретінде айқындалады. Ал жылдық сома шоттағы жинақтардың сомасын зейнетақы жинақтарының ағымдағы құнның коэффициентіне көбейту арқылы анықталады. Бірақ қалай болғанда да ай сайынғы төлемнің мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 54%-нан төмен болмайды. Яғни жинағыңыздың мөлшері көп болса, ай сайын алатын төлеміңіз де сәйкесінше көбірек болады. Бірақ салымыңыз жарты миллионға жетпесе, нақтылай түссек, ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаса, мұндай жағдайда бар ақшаны бір ретпен шешіп алуға рұқсат етіледі.
Егер жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығы кезекті ай сайынғы төлемнен кейін ең төмен күнкөріс деңгейінің 54%-нан төмен болса, онда бұл қалдық кезекті төлемнің сомасына қосылып төленеді. Мысалы, 63 жасқа толған ер азаматтың зейнетақы жинақтарының сомасы 3 миллион теңге делік. Сонда ай сайын алатын зейнетақы төлемі 26.167 теңгені құрамақ. Зейнетақы төлемдерін 3 айда бір немесе жылына бір рет шешіп алудан гөрі, ай сайын алып отырудың тиімді әрі негізгі тұсы неде? Білесіз бе? Ол жинағыңызға инвестициялық табыстың қосылатындығында. Қордаланған қаржыңызды қалтаңызға салып жүргеннен гөрі, оның зейнетақы қорында бір күн болса да артық жатуы сізге айтарлықтай табыс әкеледі. Ағымдағы жылдың 10 айында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 757 миллиард 720 миллион 780 мың теңге таза инвестициялық табыс көрген. Яғни салымшылардың ай сайын аударатын жарналары жай жатқан жоқ, көбейіп жатыр деген сөз. Ал мұндай табыстан қағылмау үшін төлемді бірден емес, ай сайын алуға қарсы емеспін дейді кейіпкеріміз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ашылғалы бірнеше рет келіп қарадым, не болды? Қосып тұрғандар табыстары жақсы болып тұр. Енді келесі жыл пенсияға шықсам, бір жылға сол бар ақшам, жиналған ақшамды бөліп береміз деді ай сайынға. Ол енді бұлай жақсы, ақша қолға түссе тез жарап кетеді ғой. Енді ай сайын беріп тұрса, ол енді жақсы. Бұдан өзге зейнетақы төлемдерін зейнет жасына жетпей жатып алуға болатын жағдайлар да бар. Біріншіден, зейнетақы қорында ерікті жарналар бойынша шоты бар салымшы 50 жасқа толған бойда зейнетақы төлемдерін алу құқығына ие. Бүгінгі таңда Қазақстанның кез келген азаматы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті зейнетақы жарналарын аудара алады. Бұл ретте салымшы тек өз атына ғана емес, сонымен қатар үшінші бір тұлғаның атына да ерікті зейнетақы жарналарын аударуға құқығы бар. Және де заңды тұлғаларда жеке тұлғаның пайдасына ерікті зейнетақы жарналарын аудара алады. Екіншіден, зейнетақы аннуитеті бойынша сақтандыру компаниясымен шартқа отырған әйел адам 50-ді еңсерген бойда, ер азаматтар 55 жасында төлемдерін ала алады. Бірақ ол үшін қазіргі таңда әйелдердің зейнетақы жинақтары кемінде 12 миллион, ал ерлерде 9 миллион теңгеден астам болуы керек. Өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары кемінде күнтізбелік 60 ай төленген, 50 жасқа толған адамдардың сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасау арқылы міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен өмір бойына ай сайын сақтандыру төлемдерін алуға құқығы бар. Бірақ бұл үшін олардың шоттарындағы зейнетақы жинақтары ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес, ай сайынғы төлемді қамтамасыз етуге жеткілікті болуы керек. Үшіншіден, Қазақстаннан тысқары жерлерге тұрақты мекен ету мақсатында көшетіні растап, құжаттарын тапсырған азаматтар өз төлемдерін уақытынан бұрын ала алады. Зейнетақы төлемдерін рәсімдеу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына барудың қажеті жоқ. Қор сайтына кіріп, бар шаруаңызды осы жерден тындыра аласыз. Ал егер маманның кеңесін алғыңыз келсе, онда жергілікті бөлімшеге бас сұғыңыз. Бүгінде республика бойынша 231 қызмет көрсету орталықтары жұмыс істейді. Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, сонымен қатар салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын және де алушының банктік шотының мәліметін ұсынуы қажет. Міне, осы құжаттарды өткізгеннен кейінгі 10 жұмыс күн ішінде төлеміңіз қолыңызға тиеді. Сонымен зейнетақы төлемдерінің қазір 3 түрі болғанымен біртіндеп 2 түрі ғана қалатын болады. Себебі мемлекетіміз қазіргі буынның кейінгі буынды зейнетақымен қамтамасыз ететін әлеуметтік үлгіден зейнетақыны әркім өзі жинайтын жинақтаушы жүйеге біртіндеп өтіп жатыр. Сондықтан жинағыңыздың қомақты болуы өзіңіз үшін маңызды. Ұмытпайық, берекет кілті бейнет.